Оқырмандар, Тасқала ауылдық кітапхана туған жерге тағзым атты өлкетану бағытында сарайшық туралы сіздерге мәлімет береді. Сарайшық орта ғасырларда Алтын Орданың ірі сауда және экскурсия орталығы болған. Жая өзенінің қазіргі Атырау қаласынан 50 км жерде жоғары орналасқан. Қазіргі сарайшық елді мекенінде Сарайшық шаһарының тағдыры бүкіл ел тағдырымен сабақтас. Іргетасы 11 ғасырда қаланған. Қасым хан тұсында қазақ хандығының астанасы болды. 1580 жылы Дон еділ қазақтарының шапқыншылығынан қала бір жолата қирап күлге айналды. Кейін Ресей патшалығы отаршылық бекініс салған. Ол Қазан төңкерісіне дейін сақталып келген. 1999 жылы қала орнына ескерткіш, пантеон, мешіт, мұражай кіретін Сарайшық мұражай қорығы бой көтерді. Қазақстан журналистер одағы республикалық сыйлығының жүлдегері Өтепберген Әлімберей қазақ хандығының астанасы болған Сарайшық қалашығына қатысты жазылған деректер жиналған Сарайшық атты кітабының туындысын жазды және де көптеген газет беттерінде мақалалары орын алды.